2021 жылдың 4 тамызы таңертеңгілік полиция Бразилияның Вила-Веля қаласының орталығында орналасқан көп қабатты тұрғын үй кешеніне келеді. Осы кешеннің бір қабатында 3 адамнан құралған отбасы өмір сүретін. 68 жастағы Пауло Цезар, оның 61 жастағы жұбайы Рейкел және олардың 22 жастағы ұлы Гилермо. Полиция пәтердің есігін ашқан кезде көз алдарында қорқынышты фильмдегідей көрініс пайда болды. Жуынатын бөлменің алдында еденде әкесінің өлі денесі жатты және денесінің бірнеше жерінде пышақ жарақаты бар. Ал жатын бөлмеде төсекте оның әйелі Рейкел өлі күйінде жатты. Әйелдің мойны мен ішіне бірнеше рет пышақ кірген. Барлық жерде қанның іздері мен шашырандылары. Бір қызығы, отбасының 3-ші мүшесі, 22 жастағы медицина студенті пәтерден табылмады. Пәтерді тексеру барысында тергеу тобы қорқынышты заттар мен түсініксіз жазбаларды тапты. Төсектердің бірінен Библиядан жыртылған Апокалипсис кітабының 12-ші тарауы жазылған парақша жатқан. Қызыл қаламмен жазған жазбада ол мені мәжбүрледі деп көрсетілген. Ас үйден тағы бір жыртылған Библия парағы табылды. Оған ол шынайы деп жазылған. Залда тартпаның үстінде беттері жыртылған Библия жатты. Оның беттері темекі күлімен жабылған және күйдірілген. Тартпаның бетіне қызыл бояумен сатанизм мен қара магияда қолданылатын пентаграмма салынған. Тартпаның қасында тұрған журнал үстелінде қызыл бояумен келесі жазба жазылған. Жер тұрғындары, қуаныңдар, шайтан сендерге түсті және оның уақыты аз қалды. Бұл сөздер шамасы Библия кітабының 12-ші тарауынан алынған. Библияның 12-ші тарауында шайтанның көктен қуылғаны және жерге түскені туралы айтылады. Тартпаның үстіңгі жағындағы ақ қабырғада дәл сол қызыл бояумен төңкерілген крест салынған. Дәл сондай крест ас үйдің үстелінің үстінде, жатын бөлмедегі әрбір айнаға, тіпті коридордың еденіне дейін салынған. Қабырғада және аралық есіктерде қызыл бояумен 6 саны 3 рет жазылыпты. Көптеген адамдар 666 санын жыртқыштың саны деп санайды. Бұл арнайы сан Библияда аталатын Апокалипсис аңының атын жасыратын сандардың бірі. Жұбайлар діндар христиандар болғандықтан, олар үйінде мұндай символдардың болуын мүлдем қабылдамайтын. Паула мен Рейкел екеуі де дәрігер болып жұмыс істеп, сонымен қатар жергілікті шіркеуде пастор қызметін атқарды. Сондай-ақ Рейкел жексенбілік шіркеуде дәрістер оқыды. Олардың ересек ұлы медицинаға үлкен құштарлықпен қарап, медициналық колледждің 2-ші курсында оқитын. Гилермо шіркеуге үнемі барып, Библияны зерттейтін. Жалпы бұл отбасы қоғамда белді әрі беделді болды. Алайда 2020 жылы пандемия кезінде жас жігітке биполярлы бұзылыс диагнозы қойылды. Ол колледжден академиялық демалыс алып, ақырында оқуынан бас тартты. Пандемия кезінде жігіт ауыр психикалық ауытқуларға ұшырап, білікті мамандардың емінен өтті. 2021 жылдың 4 тамызы түнде Гилермо ата-анасы ұйықтап қалғанша күтті. Паула мен Рейкел әртүрлі бөлмелерде ұйықтайтын. Ата-анасының терең ұйқыға кеткеніне көз жеткізгеннен соң, жас жігіт жасырып жүрген банкадағы қызыл бояуды алып, жарықты қоспай, сатанистік таңбаларды үйдің барлық жеріне салып шықты. Ритуалдық дайындықты аяқтағаннан кейін, қолына пышақ алып, анасы жатқан бөлмеге кіріп, оның мойны мен ішіне пышақ ұрды. Шабуыл кезінде Рейкел ойынды байқайлайды, бірақ алған ауыр жарақаттарының салдарынан оқиға орнында қайтыс болды. Басқа бөлмеде ұйықтап жатқан Паула айғай мен шудан оянып, не болып жатқанын түсінбей ваннаға қашуға тырысады. Алайда Гилермо оны қуып жетіп, бірнеше рет әртүрлі жерінен пышақтап өлтіреді. Ата-анасын өлтіргеннен кейін жас жігіт туысына «Мен ақмақтық жасадым» деген хабарлама жіберді. Ал таңғы 4-тер шамасында Гилермо пәтерден шығып, жақын маңдағы биік көпірге барады да өзіне қол жұмсайды.
Туысы түнде жігіттің қысқа хабарламасын алып, қатты алаңдап отбасының пәтеріне полиция шақырды. Қылмыс орнында полиция отбасын өлтіруге қолданылған пышақ пен жас жігіттің ноутбугын тәркіледі. Егер Гильермо Цезарь бұрын оккультизммен айналысқан болса, ата-анасы оның кейбір белгілерін байқауы мүмкін еді. Бірақ отбасыға жақын адамдардың айтуынша, медицина факультетінің студентінен ешқандай ерекше мінез құлық байқалмаған. Шайтанның саны оған жақсы таныс болған, өйткені мұндай нәрселерді шіркеуде үйретеді. Клиникалық психология саласының маманы, мүмкін Гильермо қатты ашуланған шығар дейді. Оған осындай шешім қабылдайтындай не көрінді? Мүмкін ата-анасымен үлкен жанжал болған шығар. Бірақ мұндай ауыр қылмыстан бұрын алдын ала белгілері байқалуы керек еді. Мысалы, адам жабық бола түседі, тыныш әрекет етеді. Бұрынғыдай айналасындағы адамдармен араласпайды. Сырттай сабырлы көрінгенімен, оның ішінде мүлде басқа нәрсе жатқан. Бірақ Гильермо Цезарь оның жағдайында біз бұны енді біле алмаймыз. Осылайша видеомыз аяқталды. Достар, видео ұнаса, лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Және де комментке видео туралы өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.